қалайсыз? Кеше Арунаны таппай қалдық эфирдің соңында. Сырласуда болдыңыз. Сөйтіп, кішкене ренішіңіз бар ма, әлде не болды, қандай жағдай болды? Бір түсініксіз жайт орын алып қалды. Негізі мына жақта фейерверктерін жандырып жатқанда былай қарап тұрған. Кнопка басқанда. Түсінбей қалдым да мен. Келіп үлгергенін қалай. Неприятный ситуация орын алып қалды. Мен просто жаман әдетім негізі адамнан көңілім болса өмір бақи араласпай өтетін деп демек кеше бір көңіліңізді қалдырып қойды, Негізі, Расул неге олай жасағанын бүгін эфирде білеміз, құрметті оқырмандар. Не ойы бар жалпы? Эфирді көріңіздер. Бүгін Айгүлде бір ерекше күн-ау. Кеше айтқан еді ғой. Қызыл киім кисем, бір біреудің көзіне түсем деп. Ойнап айтам, Бүгін ортаға шығасыз? Осылай болып қалды, жоқ. Ортада емеспін. Осылай болып қалды, негізі нечайно қызыл көйлек киіп қалдым да. Ерімді қызылға бойы салдым. Осылай келе салдым десем. Қызыл сырғанды таға салдым деді. Ақыры қызыл киім бәрін біріне ұйқастыра салайын дедім. Бүгін сіздің таныстығыңыз туралы қашан білеміз? Таныстығым туралы Құдай қаласа пятницаға дейін шығамыз ғой бір ортаға. Бір шығарыларыңыз бар. Бір шығарыларыңыз бар. Қандай болып жатыр? Біраз болып жоқ болып кеткендерім. Сол енді мен біресе болмайды, біресе не болмайды. Солай жүрміз ғой. Танып үлгеріп жатсыз ба? Танып болдық деп ойлаймын. Мәссаған, сізге негізі танысқа қанша уақыт керек жақсы араласып кету үшін, жұп болу үшін? Мариямның көңіл күйі қалай екен? Өте жақсы. Мариям, сізге жұп болу үшін қанша уақыт адамды танып білу керек? Бір 2 айдың шамасы. Бір 2 ай жеткілікті деп ойлайсыз, Ал үйлену үшін ше? Үйлену үшін енді одан кейін бір жұптықтан кейін где-то тағы да бір 2-3 айдай ғой. Негізі ұзақ жүргенді дұрыс емес деп есептесе, демек. 3 айдан аса болса да осылай. Мысалы, адамдар жылдап, 2-3 жылдап жүріп жатады ғой. Если ұнатып тұрса, енді ұзақ уақыт созып қажет емес. Енді 1 жыл примерно жетеді, одан максимум емес. Ал егер ұнатпай, енді таппай жатсаң, өзі айтасың, 2-3 жыл деп ше. Енді ұнатсаң, аз уақыттың ішінде тұрмысқа шығып кетуге дайынсыз. Солай екен. Айтпаңыздар сол үшін дайын емес қыздарыңыз деп, дайын қызыңыз. Айнұрдың көңіл күйі қалай екен? Айнұр сізге жұп екен. Құстап, естіңіз деді ғой жігіттер. Ғашқым өзімді. Еркештің көңіл күйі қалай екен? Көңіл күйі жақсы. Құрметті оқырмандар, мен айта кетейін, Еркешті таныстыруында бірінші рет таныдым деп айтсам болады. Себебі бұл кісінің әскери адам болғанын, жалпы сондай екенін білмеппіз. Спортқа қатысы бар, естіп жатырмын, спортқа қатысы бар деп. Айтыңыз. Негізі ана просто түрім андай кішкентай болып, күліп жүргенге бәрі ойлайды да. Ештеңе келмейді. Тек андай паригін киіп жүре береді деп ойлауы мүмкін сол адам. Негізі олай емес, негізі Аллаға шүкір спорттан да, әскери өмірдің де барлығын қиындықтарын көрген адаммын. Бірақ ол нәрсені мен сыртқа көрсеткім келмейді да, просто оның барлығы менің ішімде просто. Сөйтіп, тіпті әскери адам болған кезіңізде үздіктердің қатарында да болды деп таныстыруда, әлде жай сөз ба? Жоқ, ол шын бізде 3000 курсант бар. 3000 курсанттан іріктеліп алынған 20 курсант бар.